Қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Бүгінгі құрбан айт құтты болсын. Айттан айтқа аман есен жете берейік. Мен бүгін пончик пісірдім балапандарыма. Оған жылы сүт, одан кейін қант, жұмыртқа, одан кейін кішкене пищевая сода, одан кейін бір үлкен қасық дрожжи салдым. Пищевая сода салмасаңыздар да болады, егерде үйлеріңізде ванилин болса. Одан кейін сливочный майымды қосып, бәрін жақсылап тұрып араластырып алдым да, үстіне ұнымды салып, жақсылап тұрып илеп алдым. Илеп алған тестамды алып, оны ыдыстың астына ұнды жағып, үстіне кішкене бастым да, жылы жерге, крышкасын жауып, жылы жерге орап 5-10 минутқа қойып қойдым. Одан кейін ол көтерілгеннен кейін оны алып, осындай томалақ қылып кесіп алдым да, қызып тұрған майға екі жағын қып-қызыл қылып пісіріп алдым. Қып-қызыл қылып пісіріп алған пончиктарымды суытып, одан кейін шоколадымды ертіп, осылайна шоколадқа матырып, оларды жақсылап тұрып, одан кейін оның бетіне орехты сеуіп, тек қана шоколад емес, белый шоколадпен де істедім. Деген күшті болады екен. Үйлеріңізде жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар, вообще күшті болады екен. Рецебін астыға қалдырып кетем, жасап көріңіздер.